Барлықтарыңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Наполеон тортының рецептімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бізге қамырын дайындаймыз. Ең алдымен сармай 82% болу керек. Салқын шым-шым тұз, ұн, жұмыртқа, салқын су қажет болады. Барлық заттарымыз салқын болу керек. Ең алдымен суымызға жұмыртқаны салып, араластырып, шым-шым тұз саламыз. Кезекте ұнымызға сармайымызды аунатып алып, үткіштен өткіземіз. Содан соң қолымыздың көмегімен майдалап ұнтақ жасап аламыз. Жұмсақ теста болып шығу үшін. Бізде міне жұмсақ теста болып шықты, ұнтақ секілді. Енді кезекте жұмыртқамызбен алып, үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымызды илеп болған соң, үстелдің үстіне азап ұн сеуіп кішкене илеп аламыз. Менде 24 диаметрлік тапа, бірнеше бөліктерге бөліп аламын. Мінекей бөліктерге бөліп, үстіне азап ұн сеуіп, бөліп алып жатырмын. Осы дайын болған қамырларды тоңазытқышқа 45 минутқа қойып қоямын. Мінекей 24 диаметрлік тапа, оқтау, пергамент қағазы, ұн қажет болады. Тоңазытқыштан шығарған кождарымызды ұнға аунатып аламыз. Менде кождарымды ұн сеуіп, кішкене бөліктерге қолымның көмегімен жайып алдым. Сіздер бірден оқтаудың көмегімен жұқалап жайсаңыздар болады. Мінекей менде дөңгелек формада кесіп жатырмын. Сіздер әртүрлі формада кессеңіздер болады. Шетінде қалған қамырларды бірге пісіреміз. Өйткені әсемдікке бетіне үгітіп себетін боламыз. Шанышқының көмегімен осылай тесіп алдым. Бізде міндетті түрде жұқа болу қажет. 180 градусқа 30-40 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде печкамыз қызып тұру керек. Менде кремный сливки, сахарный пудра, ерітілген сармай қосылмай қалған видеода. Енді кезекте дайын болған кождарымызды жинап аламыз. Менде әр кождың ортасына 2,5 қасықтан крем салдым.
міне толығымен крем жағып шықтық. Ендігі кезекте кождың сыртынан қалған кождарды оқтаудың көмегімен үгітіп аламыз. Аса қатты үгітудің қажеті жоқ. Мінекей бізде дайын болған тортымыздың бетіне сүйіп, жан жақтарына толығымен сүйіп шығамыз. Міне біздің Наполеон тортымыз дайын болды. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Және де енді кезекте қандай рецепт күтесіздер, осы комментарийдің астына жаза кетіңіздер.